Ақтөбеде көпқабатты тұрғын үйдің кіреберісі газ жарылысынан кейін апатты деп танылды. Сондықтан толықтай бұзылып қайта қалпына келтіріледі. Бұдан бөлек іргелес кіреберістер күшейтілмек. Ал ол қанша уақытқа созылады? Құрылыс аяқталғанша тұрғындар қайда өмір сүреді? Толығырақ тілші материалында. Бүгін Ақтөбе әкімдігі апат болған үйге жүргізілген техникалық сараптама нәтижесін жариялады. 5-ші кіреберіс апатты деп танылды. Іргелес 2 подъездің қабырғасын нығайтады, ал қалған 5-еуі қауіпсіз. 5-й подъезд. 5-ші кіреберіс құлағалы тұр. Жарамсыз қауіпсіздік шаралары қабылданып, қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуі тиіс. Демонтаж және монтаждау жұмыстарынан кейін 4-ші және 6-ші кіреберіске қосымша сараптама қажет. Қазіргі таңда 4, 5 және 6-ші подъезге кіруге рұқсат жоқ. 4 маусым күні осы тұрғын үйде жойқын жарылыс болып, 36 жастағы пәтер иесі көз жұмды. Тұрғындар эвакуацияланып, уақытша жатақханаға орналастырылды. Енді оларға Ақтөбенің басқа ықшам ауданынан пәтер беріледі. Сонымен қатар материалдық көмек көрсету көзделген. 45 квартирам, которые расположены в 4-м. 4-5 және 6-ші кіреберістердегі 45 пәтердің әрқайсысына 398 мың теңге көлемінде бір реттік көмек беріледі. Сонымен қатар 3 подъездің тұрғындары құрылыс аяқталғанша қалалық балансқа тиесілі пәтерлерге уақытша орналастырылады. Мемлекеттік қордағы пәтерлерде кем дегенде 6 ай уақыт өмір сүруге тура келеді. Сондықтан балаларды балабақша мен мектепке дәл сол аумақта орналастыру жоспарланып отыр. Кей тұрғындарға бұл ыңғайсыздық тудырғанымен әзірге басқа амал жоқ. Сол себепті апаттан зардап шеккендер заттарын жинап, жаңа баспанаға көше бастады. Такой ситуация, конечно. Бұл жағдай әрине өте қиын. Болашақта бәрін жөндеп береді, көмектеседі деп үміттенеміз. Қорқыныш әрине бар. Жөндеген күннің өзінде қалай өмір сүреміз? Ол жағы белгісіз. Жарылыстан соң Ақтөбеде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу, адам өліміне алып келу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу нәтижесі әлі жарияланған жоқ. Ғани Мұқашұлы, Эльмира Ержанова, Азамат Құбегенов, 7-ші арна, Ақтөбе.